Қадыр түні. Қадыр түні ислам дініндегі қасиетті түн. Ораза айының соңғы 10 күннің бірінде болады. Бұл түн туралы Құран кәрімнің Қадыр сүресінде айтылған. 5 аяттан тұратын сүреде Құранның Қадыр түнде түсірілгендігі, оның 1000 айдан қайырлы екендігі, бұл түнде Жәбірейіл періште Алла әмірімен жер бетіне түсіп, адамдарға қызмет ететіндігі және таңға дейін тыныштық болатындығы айтылады. Қадыр түні періштелер мұсылмандарға дұға оқып, тілеулес болады. Жасалған ғибадаттың 1000 айға, яғни 83 жылға тең болатындығына байланысты мұсылмандар Қадыр түнін құлшылықпен өткізуге тырысады. Кейбір риуаяттарға қарағанда Қадыр түні Рамазан айының 27-ші түні. Дегенмен, Қадыр түнінің дәл қай түн екені белгісіз. Сондықтан тақуа кісілер ораза айының соңғы 10 түнін түгелдей құлшылықпен өткізеді. Қадыр түні бүкіл адамзатқа Құран түсе бастаған ерекше қасиетті түн. Араб тіліндегі қадыр сөзі мән, маңыз және өлшем деген мағынаны білдіреді екен. Сонымен қатар бұл сөз құдірет мағынаны да қамтиды. Қадыр түнінің қасиетін жұмыр басты пенде өз ақылымен біле алмайды. Сондықтан оның қадір қасиетін жаратушымыздың өзі Қадыр сүресінде біз оны Құранда Қадыр түні түсірдік. Қадыр түнінің не екенін білесің бе? Аллах тағала білдірмесе қайдан білесің? Қадыр түні 1000 айдан да артық. Ол түні Аллахтың рұқсатымен кез келген іс үшін рух пен періштелер түседі. Әсіресе ол түнді ғибадатпен өткізгендер үшін таң атқанға дейін Аллахтың рақымымен есендігі жауады деп баяндайды. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Аллах Қадыр түнін үмбетіме сый ретінде тарту етті. Бұл бұрынғы үмбеттерге берілмеген деп бұл сыйдың қадірін білуге шақырады. Тағы бір хадисінде кімде-кім сауабын тек қана Аллахтан күтіп, ықыласпен сол түнді ғибадат жасаумен өткізсе, күнәлары кешіріледі дейді. Сондықтан мүмкіндігінше әрбір пенде Қадір түнде берілетін сыйдан мақрұм қалмауға тырысуы керек. Ол түнді бос өткізбей, дәрет алып, 2 бас болса да намаз оқып, Аллах тағаланың шексіз мейірімінен шын жүректен сұрап дұға еткен жөн. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам басқа уақыттарда әрбір жақсылықтың сауабы 10 есе болса, Ереже айында 100-ден асады. Шағбанда 300-ден асып, Рамазанда 1000 есеге артады. Жұма түндері 1000 еседен асып, Қадір түнінде 30 000-ға дейін жетеді деген. Тағы бір хадисте Рамазан айы бойынша ақшам және таң намазын жамағатпен оқыған адам Қадір түнінен көп несібе алады деген. Қадір түні пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам үмбетіне деген терең сүйіспеншілігінен туындаған дұғасының құрметі үшін қабыл болған. Имам Маликтің Муатта атты еңбегінде риуат еткен бір хадисте пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам алдыңғы үмбеттердің өмірлері көрсетілгендігі айтылған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол сәт ұзақ өмір сүрген осы үмбеттер жасай алмайтындай амалдарды менің үмбетіме аз уақыт жасай алуды нәсіп ете көр деп дұға жасағанда Аллах тағаланың 1000 айдан қайырлы осы Қадір түнін нәсіп еткендігі баяндалған. Қадір түні 1000 айға тең деп Құранда айтылған. Бұл сан есеп бойынша 83 жыл 4 айға келеді. Қияметте Аллах тағала хикметімен емес құдіретімен амал етеді. Сол сияқты Қадір түнінде де Аллах тағаланың құдіреті үстем болады. Ол түннің қадірін білгендерге Аллахтың мейірімі мен берекесі жауады. Ал одан құр қалмау адамның рухани сергектігіне байланысты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйреткендей, мұсылман баласы әрбір ісіне өзіне берілген ең соңғы мүмкіндік секілді қарай білуі керек. Сол себепті Қадір түнін енді көрем бе, көрмеймін бе дегендей өте бір мұқияттылықпен өткізген жөн. Құдіреті шексіз Раббымыз үмбетіне рақымдылық қалағандықтан Қадір түні Рамазан айының қай түн екенін ашық айтпаған. Бұл сынақ әлемінде мүміндер ұдайы Аллахтың разылығын іздеп, құлшылық жасасын деген мақсатпен жаратқан иеміз бұдан да басқа өте маңызды нәрселерді құпия қылған. Мәселен, өмірдегі ажал белгісіз, адамдар арасындағы әулилер белгісіз, көркем есімдерінің арасында Аллахтың ұлық есімдері белгісіз, жұма күнгі дұғаның қабыл болатын уақыты белгісіз, күллі құлшылықтың ішінде Аллахтың разылығы қайсысында екені, дәуірлердің ішінде қияметтің қашан екені, Рамазан айында Қадір түнінің қай түн екені белгісіз. Сонымен қатар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл түннің Рамазанның соңғы 17 күніндегі тақ күндердің бірінде екенін айтқан. Алайда ислам ғұламаларының көпшілігі оның 27-ші түн екендігін мақұлдаған, әрі бүкіл мұсылман әлемі бұны осылайша
қабылдаған. Әрине, бүкіл жұртшылық осылай сеніп, осылай қабыл еткен болса, Аллах тағала да миллиондаған құлдарын ниетін қабыл етіп, ол түнді шын мәнісіндегі қадір түні етері. Иншаллах. Арабшадағы қадір сөзі қадірін білу деген мағынаны да қамтиды. Олай болса, қадірім артсын десеңіз, бұл түннің қадірін біліңіз. Бұл түні таң ағарып атқанға дейін Аллах тағаланың мейірімі төгіліп тұрады.